Күйеуінің опастығының үстінен түсемін деген әйел мүлде басқа жағдайға тап болды. Армысыздар, құрметті оқырмандар. Арнаға тіркеліп, пікір қалдырып, қолдау білдіре отырыңыздар. Ерлі-зайыптылар тыныш өмір сүріп жатады. Алайда кейінгі уақытта әйел күйеуінің үйге кеш келіп, сенбі-жексенбі күндері бір жаққа кетіп, жандарында болмай қоятын секем алып жүреді. Негізі бұл әйел сабырлы болатын. Бұрқылдап сөйлеу, ерінің бетінен алу деген мінезі мүлдем жоқ болатын. Дегенмен үй ішін ұмытып, жолдасының далада жүргені көңіліне қатты әсер етті. Көрші әйелдерде тілдері сумаңдап, күйеуің соңғы уақытта үйде көп болмайды, біреу тауып алған болар деп қажап тиісетін болған. Осындайдың ықпалынан ба бір күні әйел Құдайдан кешірім сұрап, байының артынан аңдуға шықты. Күн жексенбі болатын. Соңына түскен көзден еш қапері жоқ жолдасы қала шетіндегі ескі бір үйдің қақпасына кіріп, көзден таса болды. Әйелде қақпадан ішке енді. Аулада қалың ағаш бар екен, соның тасасында тұрып тыңдады. Жел көзі ашық, терезеден ішіндегілердің дауыстары анық естіліп жатыр. Мұның құлағына баланың қуанып көкелегені мен әйелдің сыңғырлай күлгені және өз күйеуінің даусы естілді. Жақындай түскен, әйел үні еркелегендей шықты. Әрге шыдап тұра алмаған бұл келген ізімен кейін қайтты. Кеудесін өксік қысып, күйеуімен бірге өткізген бүкіл өмірін есіне алды. Егілген күйі үйіне келіп жатып қалды. Артынан күйеуі келді. Оған сыр білдірмей, өзінің сырқаттанып қалғанын айтып жата берді. Осы күннен кейін екеуінің арасында түсініксіз ахуал орнап, әйел күйеуінен жиіркенетіндей күйге түсті. Бірақ сыр бермей, кірін жуып, асын беріп, бар шаруаны бұрынғыша ұқсатып жүр. Bir күні күйеуі үйге қонбады. Әйелдің бар шыдамы таусылған. Жолдасы жексенбіде әлгі үйге бет түзегенде тағы да соңынан қалмай барып, олардың қылмысының үстіне түспек болды. Қойнына лыпылдап тұрған өткір кезекті де тығып алған. Күн кеш болатын. Күйеуі сүмке толы азық-түлік көтерген күйі үйге кіріп кетті. Іште бала жоқ сияқты бұл жолы әйел салмақты сөйлеп отыр. Сізге рахмет, ұлым сіздің көмегіңіздің арқасында аяғынан жүретін халге жетті. Алла қосса, аз күннен соң ол ауруханадан шығып қасыма келеді. Жаңа сөйлескем, жағдайым жақсы. Көкеме сәлем айт деп жатыр. Ол сізді көке деп кетті. Солай айт деген жоқ едім. Өзі ғой баланың. Менің күйім мынау. Байымнан айырылғалы осы баламен. Енді сіз бұл үйге келе бермеңіз. Өз бала шағаңыз бар. Білем. Ол қызыңыздың өсіп кеткен айтқансыз. Бірақ зайыбыңыз бар ғой. Ол не ойлайды? Ол кісі сондай сабырлы. Бәрін түсінеді дегенсіз. Сонда да ол әйел ғой. Көрші қолаң бар. Сөйтіңіз, енді бізге келмеңіз. Мен кеше хабарландыру ілдім. Үй қызметшісін аламын. Ал балам келген соң бәрі жақсы болып кетеді. Сіздің бізге жасаған жақсылығыңыз қалай өтерін білмей отырмын. Мені жаныңыздан қуа бастадыңыз ба? Сіздерге менің көмегім әлі де керек емес пе? Маған солай сезіледі. Жарты жолда тастап кету. Алла риза болсын сізге. Осы көмегіңіздің өзі біз үшін зор көмек. Екі дүниеде бақытты болыңыз, отбасыңызбен. Сіз уәде еткенсіз, ұлым аяғынан жүріп кеткенге шейін көмектесемін деп. Ал ұлым кеше аяғынан тұрды. Бүгін жүрдім дейді. Рахмет сізге. Дәрігерге қаратып, қаражат бердіңіз. Сау боп тұрыңыз, енді бізге келмеңіз. Осы араға шейін естіген үй сыртындағы әйел сыртқы есік ашылғанда селк ете түсті. Күйеуі екен. Күртесінің жағасын көтеріп алып, қақпаға қарай беттеп барады екен. Арада күндер өтті. Күйеуі жұмыстан соң үйге сенбі-жексенбі күндері үй шаруасымен болды. Әйел бұл жұмбақ сырдың бүге-шүгесіне шейін білгісі келді. Мұның күйеуін көке деп айтатыны не қылған бала? Ана бейтаныс әйел кім? Оларға неге көмектесіп жүр? Бәрі жатқан жұмбақ. Әйел арада апта өткен соң әйелдің үйіне барады. Есік қақты. 10-13 жасар шамасындағы ұл бала есікті ашты. Аяғын сәл сылтиып басатыны болмаса, шауып жүр. Мама, бір апай кеп тұр.
Кіріңіз деп жатыр. Әйел балаға қарап тәттісін ұсынды. Ішке өтті. Үй мұңтаздай таза. Барлық жиһаз жұпыны болса да орында тұр. Ішке кіріп, ортада сілейіп тұрған әйелді ішкі бөлмеден «Диванға жайғасыңыз. Мен қазір киімімді ауыстырып алайын» деген әйелдің даусы естілді. Төрдегі жұмсақ диванның шетіне отырды. Аздан соң арғы бөлмеден қоларбаға отырған әйел кірді. Денесінің тек үстіңгі жағы бар екен. Бұл үндемей қалды. «Сәлеметсіз бе, о әдемі әйел, бізге неге келді екен?» Мен сіздің хабарландыруыңызды оқып». «Қандай хабарландыру?» «Үй қызметшісі керек деген». Иә, сонымен» деп мүгедек әйел сырын ішіне бүгіп келген адамды тыңдап алып, үй қызметшісі жұмысына қабылдады. Сөйтіп арада біраз уақыт өтті. Екі әйел бір-бірін жақсы біліскендей, тіпті достасып та кетті. Бала да үй қызметшісін апа деп іш тартып тұрады. Енді үйге әйел кештетіп келетін болған. Күйеуі ондай қызғаншақ жан емес. Бірақ бірде әйелінің демалыс күндері неге үйде болмайтын сұрағанда, бір құрбымның баласына қарайлап жүрмін. Оған менің көмегім ауадай қажет деп жауап қатқан соң, күйеуі үндемей қалған. Күндердің бір күнінде мүгедек әйелден сұрақ сұрады. «Бұған дейін балаңыз екеуіңіз қалай тұрып келдіңіз? Сіздерге кім қарайлады?» «Сізден осы сауалды көп күткен едім. Осыны неге бірінші күні қоймадыңыз?» деп әйелдің бетіне сынай қарады. «Есіме келмепті, кешіріңіз. Сіз бұл үйге хабарландыру арқылы келдім дейсіз. Шыны керек, мен ешқандай да хабарландыру бергенім жоқ. Ойым болған, бірақ ауруханадан балам аман есен келген күні ойымнан айнығам. Біз балам екеуміз ешкімге керексіз болып қалғандай күй кештік. Жол апатына ұшырап, күйеуім опат болды. Біз ұлым екеуміз де мүгедек болдық. Мен екі аяғымнан, ал ол дене мүшесі түгел болса да жүре алмай жатты. Бізді ұзақ емдеді, үйге шығарды. Сол күні үйге әкеліп тастаған адамдардың ішінде басқаларға қарағанда жаны ізгі, өзгелерге болсын деп тұратын бір айрықша адам болды. Сол адам балама да маған да ақ жүрек пейілмен қарап, осы уақытқа шейін жәрдем беріп келді. Ол кісінің кім екенін білгіңіз келеді ме? Атын айтайын ба? Әлде өзіңіз?» деп мүгедек әйел бұған сыни көзбен қарап, жүзін жас жуған әйел. Ол Жомарт па?» деді. «Иә, ол сіздің күйеуіңіз Жомарт Бекбосынұлы болатын. Сіз мені қалай танып қойдыңыз?» «Осы үйдің табалдырығын аттаған сәттен бастап, сізге менің болмашы ақшам керек еместігін, жұмыс іздеп жүргендей күйде еместігіңіз жүріс-тұрысыңыздан, сөзіңізден сезіліп тұрады. Әрі айтпап па едім, мен ешқандай хабарландыру бергенім жоқ. Сонда сіз менен жазбаған хабарландыруды қайдан оқып жүрсіз? Тіпті көршілерімізге де ондай әңгіме айтып көрмегенмін. Сөйтіп сіз өз-өзіңізді ұстап бергенсіз. Сосын мен де сіз бастаған мысық пен тышқанның ойынына еріксіз кірістім. Бірақ сіздің өз күйеуіңіз сияқты сондай адал, ақ пейіл жан екеніңізге әбден көзім жетті. Ұлыма да маған да жақсы қарадыңыз. Ешбір арам ойыңыз болмады. Үйіме өз үйіңіздей қарап, ас суымызды жақсы баптадыңыз. Күйеуіңізге қарыз болғандай, енді сізге де қарыз болған жайымыз бар. Бірақ күйеуіңізден айырмашылығы, мен сізге аздап та болса да зейнетақымнан ақша төлеп тұрдым емес пе?» деп мүгедек әйел мейірлене, риясыз күлімсіреді. Қызметші әйел де күлімсіреп, ол берген бүкіл қаражатына осы үйге керекті нәрселерді алып, үйді қысқа қамданып, бір тиынды шашу шығармай осында қалдырғанын айтып, екі құрбы тағы да жақын күлкінің шуағына бөленді. Айтпақшы, Жомарт Бекбосынұлының бірде үйіне келмеуінің себебі сол күні балаға ота жасайтын болып, сонымен бірге ауруханада қонғаны себеп болыпты. Оның бәрі енді айтылып, белгілі болып жатыр. Екі әйел сыр шертісіп, әбден дос болып алған. Күйеуіне деген секем көңілі орынсыз қызғанышына ұялғанымен, оның арты осылай болатынын ойлады ма? Енді қос құрбы осы ахуалды Жомарт Бекбосынұлына, жеткіншек Нұрқасымға қалай айтамыз деп бас қатырып отыр.
Жақсы адамдарды бір-біріне шебер байланыстырған Алла бұл жағдайдың да шешімін оңай келтірер.